басшысының тапсырмаларын жүзеге асыру аясында заң мен тәртіп қағиданың басшылыққа алып, кәмелетке толмағандар арасында қылмыстың, суицидтің, отбасы, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу бағытталған кешенді шараларды іске асырылуда. Кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғауға және балаларға қатысты зорлық-зомбылықтың алдын алуға бағытталған бақытты және қауіпсіз балалық шақ жобасы заң және тәртіп қағидаты аясында кешенді шаралар қабылдануда. Өткен жылдан бастап оқушылардың қауіпсіздігін, сабаққа қатысуын, тәртібін бақылауға ата-аналарды тарту арқылы мектеп пен отбасы арасындағы серіктестікті нығайтуға бағытталған білім беру ұйымдарындағы, яғни мектептер мен колледждерде ата-аналар кезекшілігі жобасы жүзеге асырылуда. Сонымен қатар түнгі рейдтерге де ата-аналарды тарту жолға қойылды. Оның нәтижелерінде біз қазіргі таңда көріп жатырмыз. Яғни білім алушылардың оқу орнындағы түнгі уақыттағы тәртібі мен жауапкершілік деңгейі артуда. Жастардың да көзқарасымен құқық бұзушылыққа байланысты әртүрлі бағытта фактілер тіркеліп, жаңаша көзқарасты бізге де өзгертуге тура келеді. Онымен келісеміз. Оның алдында цифрландыру бойынша біз ақылдастық қой. Соңында түбіне жетіп